Баршаңызға сәлем, арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін осы түрлі түсті капустадан бір өзгеше етіп салат жасайын деп жатырмын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыздар деген өтінішім бар. Қымбатты менің көрермендерім, менің арнамда салаттардың небір керемет түрлері, ыссы тағамдар, ұлттық тағамдар, тәтті тоқаштар, көкөністерден жасалатын ыссы тағамдар топтамалары өте көп. Кіріп қарап, достарыңызбен бөлісулеріңізге болады. Енді мен мына түрлі түсті капустаны енді осындай әрбір бөліктерге бөліп аламыз. Өзінің жігін айырып, осындай әдемі гүлшелерге бөліп ажыратып аламыз. Бұл брокколиді менің арнамда 2-3 түрі бар, әртүрлі салаттардың. Енді мен бұны өзгеше қылып жасайын деп жатқаным, бұны суға қайнатып алатын едік жұмсарғанша. Енді мен бұны майға қуырайын деп отырмын. Құрамы да сәл өзгешелеу болады. Міне мен осылайша барлығын дайындап алдым. Енді мен бұған сәбіз қосайын деп отырмын. Сәбізді мен осындай ирек қылып, жіңішкелеп турап алдым, және оны уақтап турап алам. Ана гүлдердің ортасында бұл да әдемі болып жүрсін деген мақсатта мені осындай қылып турап алдым. Енді осылардың бәрін мен бір-бірден қуырып алам. Жұмсарғанша әрине сәбізімді қуырып алдым. Енді бұл арнайы мұздатылған ет. Мен еттің балғын күйінде осылай салаттарға әзірлеп қоям, турап. Оны да қуырып алатын боламыз. Енді көкшөптерден мен рукола мен петрушка алып жатырмын, және біразғандай укроп бар. Осылардың бәрін турап, бүткіл жаңағы салатымыздың бәрін жинақтап, оның үстіне мен дайын соя соусын, чили соусын, салатная заправка деген бар. Осылардың бәрін қосып араластырып жатырмын. Міне құрамы өте аз болса да, осындай өте көп салат шығады. Мен бұл салатты 4 жерге дайындайын деп жатырмын. Осындай ерекше салат шығады. Осындай әдемі ыдысқа осылай әдемілеп салып аламыз. Өте әдемі салат шықты. Және осындай бальзам соусын мен бетін осындай әдемілеп жатырмын. Мен бұл салатты 4 жерге дайындадым. Осы бір брокколи салатынан, бір сәбізден, бір азғантай еттен осындай 4 жерге үлкен салат шықты. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет айтам. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше достар.